Ассалаумалейкум, Қожауыз каналы ықыласпентлері. Міне біздер азан менен мына айдалада жүрміз, ашықлықта. Бұл жерде сіз білесіз бе деген рубрика атамасындағы пост қойылады тез арада. Қарақалпақстан үшін үлкен жаңалық болайын деп тұр. Yaxşı oldu ki, yıl kurayım, bolşuluk bunun maqlanğay turmuşsun için tamam bu. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار شكر الله وإلى بكر والله الله عنا قابل وغاية كل يوم الله شاء الله إلى جنة صدق الله آمين الله Республикамызда және бір тарихи сәне куәсі болмақтамыз. Қытай Халық Республикасы инвесторлар тарапынан пайтақтамыз Нөкіс қаласы атрапында жаңадан завод құрылу, тырнақ тасы қою мәресімі болып атырыпты. Бәршеңізге қош келіпсіз дейміз, және де бүгінгі ләжімізді ашып беру һәм құттықтау үшін сөз Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің басшылығы Аманбай Тілеубаевич Орынбаевқа беріледі. Ассалаумалейкум. Қадірлі отандастар, ең дәшілеп сіздерді Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі һәм министрлер кеңесі атынан экологияның тапалсауының алдын алу, қоршаған орталықтың тазалығын тәмінлеу, тұрмыстық шығындыларды қайта істеу бағдарында ахметлі орын тұтатуын завод құрылысының іргетасын қою мәресімінен қызғын құттықтаймын. Әзіз достар, бәршеңізге белгілі құрметті президентіміз басшылығында барлық тараулар қатарында экологиялық тұрақтылықты тәмінлеу бағдарында халықтың саламатлығын қорғау үшін тұрақты экологиялық орталықты жарату, тұрмыстық һәм өндіріс шығындыларының қоршаған орталыққа келтіріп отырған ұнамсыз тәсілін минималластыру уәждері алып барылмақта. Міне бүгін шығындыларды қайта істеу тарауында құрылысы басталып отырған ірі заводта осындай әмелі істердің давамы болып есептеледі. Қытайлы инвестор тарапынан шығындыларды өтеу арқылы электр энергиясын істеп шығаруға қаратылған жойбар бақасы $80 миллион болған бұл заводты іске түсіру арқылы жылына 274 мың тонна қатты тұрмыстық шығындылар қайта істеледі һәм 80 мың мегаватт сағат электр энергиясын істеп шығару жолға қойылады. Әлбетте міне осындай әмелі илаждардың алып барылуыменен Қарақалпақстанда бірінші мәрте шығындыларды жинау, зиянсыздандыру, қайта істеу, оларды утилизациялау бағдарында экосанаат зонасы көркемдестіріледі. Осы орында құрметті президентімізге терең дәріслік білдіріп өтеміз, себебі экосанаат зоналарын көркемдестіру бағдарында 20-дан астам жеңілдік һәм преференцияларды өз ішіне алған шығындыны қайта істеу инвесторы пакеті берілді инвесторларға. Нәтижеде инвесторлардың қызығушылығы артып, бүгінгі күнде міне осындай ірі завод құрылысының тырнақ тасын қою ләжінің біргелікте куәсі болып жатырсыздар. Сіздерді және бір мәрте экономикамыз тармақларында ахметлі орын тұтатуын осындай ірі жойбарлардың және бірі бастанып атырғанымен қызғын құттықтаймын. Бәршеңізге халқымыздың абаданлығын тәмінлеу жолында алып барып атырған машақатлы жұмыстарыңызда табыстар тілеймін. 尊敬的主席先生，各位领导各位朋友，大家上午好。发电领域有近30年的经验，我们的最大优势和特色是科技创新。我们将中国科学院的科研基因和技术优势转化为产品和服务，同时引进消化吸收。 O'z hissamizni qo'shish uchun yetarli ishonch va qudratga egamiz. 我们非常钦佩有动力，又能有效改善200多万人民的整体环境。我们坚定地相信，在乌兹别
别克斯坦政府英明领导下，在主席和各 Қытай мемлекетіне келіп 80 миллион долларға завод құруы бұл ненің белгісі? Біріншіден, Өзбекстанға болған қытайлар, инвесторлардың сенімі ол. Себебі бұл жерде құрметті президентіміз соған жараса, шарай жарасып соның нәтижесі. Тем более соның ішінде енді Қарақалпақстанға келіп түсіремін деген инвесторларға басқа регионларда жоқ болған және бір қатар жеңілдіктер. Сол жеңілдіктердің нәтижесі бұл келіп 80 миллион долларға завод құру. Оның қадіріне жетуіміз керек. Главный сол ауызбіршілік болса, әммесі болады елімізде. Міне бастап беріңіз Жантүгілді. Сіз білін біз макан қылған бұл топырақта бәрі де бар. Егін ексе өрре тұрған шөптерінде дәрі де бар. Егін емес ана топырақ біз алмайды адам деген. Терең тамыр ұрғандырақ, терең тамыр ұрғандырақ, ватан деген, ватан деген. Ватан деген. Кіндіктен қан тамған жер, ватан деген. Ата-макан туған жер, ватан деген. Сіз бенен біз макан қылған Қарақалпақстан ғой. Кіндіктен қан тамған жер, ватан деген. Ата-макан туған жер, ватан деген. Сіз бенен біз макан қылған Қарақалпақстан ғой. Жаратқанның нұры елге жауып тұр. Президенттің шын ықыласы ауып тұр. Аманбайдың ықпалаты шауып тұр. Алғасы яр болғай Қарақалпақтың. Күн арадан бір кархана ашылар. Кешанаға бақыт нұры шашылар. Бүгінде бір канал тасы қойлар. Алғасы яр болғай Қарақалпақтың. Озып айлаулардан тұлпар пырағы, лаулап жана бергей ықпал шырағы. Қай уақытта болған бұндай сыбалғы, жылқысы тауға шығып Қарақалпақтың. Өкіс қара өзек бір күн тақтада, үлкен табыс тақия тас шақтада. Көзің тиер, сәл кідір көп мақтама, аты сүрдік білей Қарақалпақтың. Ақ көкірек пейілі, пейіліндей кең даласы. Қазақ бауыр, ал өзбек өз ағасы. Өзі ескі халық, ата баласы, Алласы яр болғай Қарақалпақтың. Halkımızda faydası